Сәлем балақай. Бүгін математика сабағынан 8 санына берілген есептерді бірге шығаратын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпа. Бірінші тапсырма сурет бойынша неше, реті бойынша нешінші сөздермен сұрақ құрастыр деген. Және үстел үстіндегі заттарды санау арқылы салыстыру құрастырамыз. Алдымен суреттің жоғары жағында берілген жемістерге қарайық. Бұл жерден неше жеміс жидек көріп тұрсың? Бұл жерде біздер неше сөзін пайдалану арқылы сұрақ құрастырдық. Келесі, реті бойынша қарбыз нешінші тұр? Реті бойынша қарбыз төртінші тұр. Реті бойынша алмұрт нешінші тұр? Алмұрт екінші тұр. Осы сияқты ары қарай сұрақтарды өзің құрастырсаң болады. Келесі, салыстыру құрастырайық. Үстел үстіндегі тәрелкелерді санасақ, барлығы олардың саны 8. Келесі, үстел үстінде тұрған стакандарды санаймыз. Олардың саны 7. Сандарды салыстыратын болсақ, 8 артық 7-ден. Келесі, үстелдің үстінде бұдан басқа тағы да қасықтар бар. Қасықтардың саны 6. Қасықтарды тәрелкемен салыстыратын боламыз. Тәрелкенің саны 8, қасықтың саны 6. 8 артық 6-дан деген өрнек шығады. Келесі, осы жерде берілген стакандар мен үстел үстінде тұрған шанышқыны салыстыратын боламыз. Шанышқының саны 6, ал стаканның саны 7. 6 кем 7 деген өрнек шығады. Келесі берілген екінші тапсырма. Әр суретке сәйкес сандардың қосындысы немесе айырмасын таңда дейді. Бізге алдымен стакандар, тәрелке және шанышқылар берілген, астында санды өрнектер берілген. Қайсы өрнектің қайсы мысалға сәйкес келетіндігін анықтауымыз қажет. Бірінші суретке қарасақ, көк 3 стаканды көрсек болады. Одан кейін астында 5 жасыл түсті стаканның бар екенін білеміз. Бұл жерде барлығы 8 стакан бар. Сонда оны біздер 3 қосу 5 арқылы алдық. Немесе қосылғыштардың орнын ауыстыру арқылы 5 қосылған 3 деген өрнекте сәйкес келеді. Осы бойынша енді азайту құрастыратын боламыз. Барлығы 8, одан біздер 3 түсті көк стаканды алып тастаймыз. Сонда 8 азайтылған 3 деген өрнек. Келесі орнын ауыстырамыз. 8 азайтылған 5 деген өрнек сәйкес келеді. Келесі тапсырма бойынша да солай орындалады. Бұл жерде көк түсті тәрелке және 6 қызыл түсті тәрелке берілген. 2 қосу 6 арқылы біздер барлық тәрелкенің санын анықтаймыз. Немесе қосылғыштардың орнын ауыстыру арқылы 6 қосылған 2 деген өрнек табамыз. Келесі азайту бойынша 8 азайтылған 2 немесе 8 азайтылған 6 деген өрнектерді таңдаймыз. Келесі қасық және шанышқы. Екеуінің де саны 4. 4 қосылған 4 тең 8-ге өрнегін аламыз. Немесе бұл жерде азайту арқылы тексеретін болсақ, 8 азайтылған 4 деген өрнек қолданылады. Оқулықта берілген келесі үшінші тапсырмада салыстыру құрастыру қажет. Бұл жерде қасық, стакан, тәрелке және кесе берілген. Бұл жердегі қасықтың санын қарайтын болсақ, 6. Осы арқылы салыстыру құрастырайық. Келесі оның жанында тұрған стакандармен салыстыру құрастырайық. 6. Бұл жердегі стакан саны 3. 6 артық 3-тен. Келесі қызыл түсті стакан және 4 кесені салыстыратын боламыз. Өйткені бұл жерде кем берілген. 3 кем 4-тен. Енді біздерге тең болатындай мысал құрастыру қажет. Ал кәне саны бірдей, бұл бізде стакан және тәрелке. Стаканның саны 3 және тәрелкенің саны 3. 3 тең 3-ке деген теңді құрастырамыз. Келесі тізбек бойынша есепте деген 4-ші тапсырма берілген. Тізбектің басында 3, оған қосу керек 1-ді. 3-ке 1 қосатын болсақ 4 шығады. 4 азайтылған 1 тең 3-ке. 3 қосылған 2 тең болады 5-ке. 5 қосылған 1 тең 6-ға. Бұл тізбектің мәні 6-ға тең. Келесі 4. 4 азайту 1 тең 3-ке. 3 азайту 1 тең 2-ге. Келесі 2 қосу 2 тең 4-ке. 4-ке қосамыз 1-ді, 5 болады. 5-тен азайтамыз 2-ні,
тең 3-ке. Екінші тізбектің мәні 3-ке тең болады. Осымен біздер 8 санына берілген есептерді аяқтадық. Саған есептерін шығару жолы түсінікті болды деген ойдамын. Ендеше келесі сабақта кездескенше.